Кейде адамдар ата-анам көңіл бөлмеді деп ренжіп жатады. Қарап тұратын болсаң, қазіргі заманда біз балаларымызға қазір қалай көңіл бөлуіміз керек? Біз мысалы өзімді алатын болсам, әрбір балаға көңіл бөлуге тырысасың ғой. Мысалы, бір баламның туған күні 4 күні, бір баламдікі 15 күні, 21-і, 24-і деген сияқты осылай 5 балам бар да. 5 баламның әрқайсысының датасы бар. Бізде жылына бір рет туған күні болады ғой. И біз оказывается жылына бір рет қана көңіл бөледі екенбіз де. И біз өзіміз отбасымызда мындай нәрсені жасап қойдық. Мысалы, жылына бір рет емес, айына бір рет кем дегенде көңіл бөлеміз деп шатаспау үшін. Мысалы, 4 күні туған күні болған баламның басқа айларда уже соның жеке күні деген сияқты біз осындай нәрсені арнайы жасап қойдық. Сол кезде біз уже ұмытпайсың, шатаспайсың. 4-і келсе ол же нақты ана баланың күні де уже. И әрбір балаға сен жеке көңіл бөле бастайсың. Өте маңызды да осылай жеке көңіл бөлген кезде сіздің балаңыз өзінің керек екенін, шетте қалып қалмағанын, сондай бір нәрсені түсінетін болады. Бізде обычно бірінші балаға немесе соңғы балаға көңіл